Кедендік одақтың кодексі жетілдіруді талап етеді. Өйткені қазіргі кодексте үш елдің кәсіпкерлеріне қойылған шектеулер көп. Бүгін Астанада халықаралық жиында Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Абылай Мырзахметов осылай деп мәлімдеді. Мырзахметовтың пікірін оның белорусиялық әріптесі Геннадий Чемерка да қолдап отыр. Мамандар кедендік одақтың басындағы шенеуніктер сөзімізге құлақ аса бермейді деп налиды. Кодекстің шарттарын жұмсарту керек дейтін үш елдің кәсіпкерлері өзара бірлесіп құқықтық базаны жетілдіру үшін өздерінің 140-қа өзгертуге толы ережелерін жолдаған. Алайда оның әзірге 4-еуі ғана қолдау тапты. Былтыр ғана Қазақстан, Беларусь, Ресей кәсіпкерлері Евразиялық экономикалық комиссиямен өзара әрекеттесу жөнінде меморандумға қол қойған болатын. Сол құжатқа көп үміт артып отырған кәсіпкерлер бірыңғай экономикалық кеңістік аясында бірлесіп қызмет етуге қажет өз ережелерін орнатып алмақ. Қазір бір экономикалық одаққа кіргеннен кейін кәсіпкерлер мен шенеуніктің арасы бірдей болады. Ресейдің де, Беларусьтың да, Қазақстанның кәсіпкерлері де бірдей кедергілер көреді, бірдей қиыншылықтар көреді. Сондықтан бірігіп өзіміздің кәсіпкерлердің мүддесін қорғау үшін осындай кеңес құрған. Бүгін регламент табуымыз керек. Соңғы июнь айынан бергі 5 айдың ішіндегі біздің қарым-қатынасымыз өкінішке орай Евразиялық экономикалық өте бюрократиясы өте үлкен мекеме болып отыр. Әрине биыл құрылғанына бірінші жыл, оны да түсінуге болады. Бірақ арасындағы өзінің араларындағы құрылымдардың қарым-қатынасы біздің кәсіпкерлердің жіберген ұсыныстарымыз, хаттарымыздың жоғалып кетеді.